Сәлем достар баршаңызға, мен сіздермен Құралай, менің асханама қош келдіңіздер. Менімен осы королевский варенье, қара өріктен жасалған грецкий орех қосылған, ішіне жаңғақпен осылай өзінің бабымен әдемі болып қайнатылған вареньені ұсынамын. Достар, керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Алдын ала сиробымызды дайындап, шекерімізге суымызды құйып, қара өрігімізді жақсылап жуып болған соң ішіндегі сүйектері бізге қажет емес, алып тастаймыз. Осылай салып, өзінің бабымен қайнатамын. Бір қайнаған соң жаңғағымызды да салып, тағы да жақсылап бір қайнатып жібереміз. 20 минуттан қайнатамын мен, екіге бөліп. Бір рет 20 минут, келесі суытып, тағы да 20 минут қайнатамын. Банкыны, крышкілерді алдын ала дайындап, қыздырып, жуып, қойып қойдым. Дайын болған вареньеміз аламыздағыны алдын ала дайындалған ыстық банкамызға құямыз. Достар, бұл вареньеге жаңғақ қосамын, себебі жаңғақ адам ағзасына, денсаулығына өте пайдалы. Ол грецкий орех, қара өрікпен үйлесімділігі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Королевский варенье деп ат қойып алғанмын, себебі бұл вареньені қыстың күні шаймен отырып ішсеңіздер, дәмі деген ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық қажеттінің бәрін описание бөліміне қалдырдым. Кейбір рецептерде бұл қара өрікті ішіндегі сүйегін алмайды, бүтін күйінше шығады. Ол да өзіндік бір әдемілігін көрсетеді. Достар, менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға рахмет.